Сәлеметсің бе, 3-ші сынып оқушысы? Бүгінгі сабаққа белсене қатысасың деген ойдамын. Іске сәт. Қазақ тілі пәнінің 90-шы сабағын бастаймыз. Бөлімі атақты тұлғалар. Сабақтың тақырыбы болымды және болымсыз етістік. Болымды және болымсыз етістіктердің айырмашылығын анықтайтын боласың. Жіберілген пунктуациялық қателерді түзетіп, дұрыстығын тексересің. Балалар, етістік туралы білетінімізді еске түсірейік. Етістік дегеніміз не? Жарайсыңдар. Дұрыс жауапты тексерейік. Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктің сұрақтары қандай? Тамаша, не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Етістіктер құрамына қарай нешеге бөлінеді? Атауларын ата, ережесін айтып көр. Жарайсыңдар балалар, етістіктер дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара етістік бір сөзден тұрады. Күрделі етістік екі немесе одан да көп сөздерден құралады. Түбір сөзден болған етістікті не деп атайды? Негізгі етістік. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған етістікті қалай атаймыз? Жарайсыңдар, туынды етістік. Балалар, етістік туралы білетінімізді еске түсірдік. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Етістіктерді салыстырып оқыңдар. Олардың мағынасында қандай өзгешелік бар екенін байқағандарыңды айтасыңдар. Менімен бірге қайталаңдар. Шақыр, шақырма. Кел, келме. Сыз, сызба. Сөз, сөзбе. Айт, айтпа. Кет, кетпе. Қанеки балалар, қандай өзгешелік байқадыңдар? Жарайсыңдар. Шақыр, шақырма сөзі бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Шақыр, түбір сөз, сөз тудырушы жұрнақ ма. Кел, іс-әрекеттің жүзеге асуы. Келме, іс-әрекеттің жүзеге аспауы. Сыз, іс-әрекеттің болуын білдіреді. Сызба, іс-әрекеттің болмауын білдіреді. Сөз, іс-әрекеттің жүзеге асуы. Сүзбе, іс-әрекеттің жүзеге аспауы. Айт, іс-әрекеттің болуы. Айтпа, іс-әрекеттің болмауы. Кет, іс-әрекеттің жүзеге асуы. Кетпе, іс-әрекеттің жүзеге аспауы. Жарайсыңдар. Болымды және болымсыз етістіктер. Етістік болымды және болымсыз болып екіге бөлінеді. Мысалы, тыңда, сыйла, болымды. Жұлма, қума, болымсыз етістіктер.
Болымсыз етістік болымды етістікке ма, ме, ба, бе, па, пе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, жинама. Келесі тапсырмада өлең жолдарының авторын табасыңдар. Қарамен жазылған сөздер етістіктің қандай түрі екенін анықтайсыңдар. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба. Осы өлең жолдарының авторы кім? Жарайсыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Абай Құнанбаев. Ол ұлы ақын, атақты тұлға, ойшыл, философ. Қарамен жазылған сөздер мақтанба, баптанба. Балалар, қарамен жазылған сөздер етістіктің қандай түрі? Дұрыс айтасыңдар. Қарамен жазылған сөздер етістіктің болымсыз түрі. Қанекей балалар, сөз құра ойынын бірге ойнап көрейік. Берілген етістіктерді болымсыз етістікке айналдырып, көп нүктенің орнына жұрнақтарды жазасыңдар. Бар, кел, жон, кес, аш, үз. Керемет орындадыңдар. Қане менімен дұрыстығын тексеріңдер. Бар негізгі етістікке ма жұрнағы жалғанады. Барма болымсыз етістік. Кел негізгі етістікке ме жұрнағы жазылады. Келме болымсыз етістік. Жон болымды негізгі етістік. Ба жұрнақ жалғану арқылы болымсыз етістікке айналып тұр. Жонба. Кес негізгі етістік. Пе жұрнағын жалғану арқылы кеспе сөзі болымсыз етістік. Аш па жұрнағы жалғану арқылы ашпа болымсыз етістікке айналдырдық. Тиісті жұрнағы па жұрнағы. Үз түбір етістік болымды бе жұрнағын жалғану арқылы болымсыз етістік жасап тұрмыз. Керемет. Жарайсыңдар балалар, әдемі жазыңдар деген ойдамын. Балалар, келесі тапсырма тыйым сөздерді оқыңдар. Пунктуациялық қатені түзетіңдер. Менімен бірге қайталаңдар. Босағада тұрма, көк шөпті жұлма, малды теппе, ақты төкпе. Қанекей балалар, қандай пунктуациялық қате жіберілген? Дұрыс айтасыңдар. Босағада тұрма сөзінен кейін тыныс белгі үтір қойылады. Көк шөпті жұлма. Үтір. Малды теппе. Ойды аяқтап тұр. Үтір қойылады. Ақты төкпе. Сөйлем аяқталды. Тыныс белгі. Дұрыс айтасыңдар.
нүкте. Жарайсыңдар балалар, менімен бірге пунктуациялық қатені түзеттіңдер. Келесі тапсырма. Ребусты шешіңдер. Шешімдегі сөз болымсыз етістік бола ала ма? Ойыңды дәлелде. Жарайсыңдар. Ребустың шешуі баспа. Баспа сөзі болымсыз етістік бола алады. Балалар, аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы бүгінгі сабақты қорытындылайық. Мен бүгінгі сабақта нені түсіндім? Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақта етістіктің болымды, болымсыз түрімен таныстым. Нақты болатын іс-әрекет қалай аталады? Жарайсыңдар. Нақты болатын іс-әрекет болымды деп аталады. Нақты болмайтын іс-әрекетті не деп атаймыз? Жарайсыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Нақты болмайтын іс-әрекетті болымсыз етістік деп атаймыз. Болымды етістікке қандай жұрнақтар жалғанса, болымсыз етістік бола алады. Жарайсыңдар. Ма, ме, ба, бе, па, бе жұрнақтар жалғану арқылы болымсыз етістік жасаймыз. Балалар, бүгін сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.